Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 49-шы сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы наурыз тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазу және есту, есте сақтау арқылы жазасың. Балалар, бірінші жаттығу қарайықшы. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Тақырыбы наурыз. Наурыз жыл басы. Бұл шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы. Ел оған сағынып жетеді. Наурыз мейрамында наурыз көже жасалады. Дастархан жайылады. Халық бір-бірін мерекемен құттықтайды. Наурызда алтыбақан құрылады. Ән салынып, би биленеді. Әртүрлі ойындар ойналады. Авторы Кеңес Оразбекұлы. Балалар, наурыз мейрамы қандай мейрам? Дұрыс айтасың, наурыз мейрамы бүкіл халықтық мейрам. Балалар, енді наурызда алтыбақан құрылады сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, олардың өзара байланысын табайық. Ол үшін балалар сөйлемдегі сөздердің қалай байланысатындығын біліп алуымыз керек. Балалар, ұмытпаймыз. Сөйлемдегі сөздерді сұрақ қою арқылы байланысын анықтап тауып аламыз. Мысалы, күн жылынады деген сөздердің бір-бірімен байланысын анықтайық. Күн қайтеді? Күн жылынады. Яғни, күн жылынады деген бізде сөйлем пайда болып тұр, балалар. Қашан жылынады? Көктемде жылынады. Жарайсыңдар, балалар. Енді наурызда алтыбақан құрылады деген сөйлемнің ішіндегі сөздердің бір-бірімен байланысын анықтап алуымыз керек. Ол үшін, балалар, біз сұрақ қоямыз. Алтыбақан қайтеді? Алтыбақан құрылады. Қашан құрылады? Наурызда құрылады. Жарайсыңдар, сөздердің бір-бірімен байланысын таптық. Олай болса, екінші жаттығу қараймыз. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Көктем келді. Су жылғалардан ақты. Жерге көк шықты. Жарайсыңдар, балалар. Көркем етіп, әдемі етіп жаз болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Мақалды оқы, жатқа жаз. Бір тал кессең, 10 тал ек. Жарайсыңдар, балалар. Мақалды жаттап алайықшы. Бір тал кессең, 10 тал ек. Бір тал кессең, 10 тал ек. Балалар, жаттап болсақ, дәптерімізге көркем етіп жатқа жазамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сабағым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпа.